Сәлем достар, бүгін біз ауызда еритін, өте жұмсақ болып шығатын банановый мусс тортын жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап ағарғанша миксермен араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қантымыз дәл видеодағыдай араласу керек. Ал енді үстінен сүтіміз бен ерітілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап миксермен араластырып аламыз. Ал енді құрғақ заттарымызды жақсылап бір ыдыста араластырып аламыз. Жаңағы массамызға електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салуларыңыз керек. Егер електен өткізбесеңіздер, бисквитіміз көтерілмей қалады. Ал содан кейін қасықпен немесе силиконовый лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Арнайы формаға құямыз және де бетін түзілейміз. Бисквитті 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Ал енді бананды мусс дайындаймыз. Бір ыдысқа желатин мен салқын суды құйып, кішкене араластырып 20 минутқа қойып қоямыз. Міне бисквит пісті. Піскені ағаш таяқша арқылы біле аламыз. Ал енді бананды блендермен еземіз. Егер блендер болмаса, шанышқымен де езе беруге болады. Ыдысымызға салқын кілегейді құйып, миксермен қоюланғанша араластырамыз. Кілегейіміз қоюлана бастаған кезде үстінен қантты салып, тағы да миксерді тоқтатпай жақсылап араластырып аламыз. Желатин суды өзіне тартып алды. Сұйық емес, қою болып тұр. Жаңағы кремімізге бананымызды салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Үстінен желатинді қойып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Желатин міндетті түрде ыстық болу керек. Арнайы формаға бисквитіміз салып, үстінен жаңағы банановый муссымызды саламыз. Және де жақсылап тегістеп аламыз. Ал енді оны тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Банановый муссымыз қатқаннан кейін үстінен ерітілген шоколадты құйып шығамыз. Шоколадымыз суыған болу керек. Тағы да тоңазытқышта 20-30 минут ұстаймыз. Міне, тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.